Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін балалық шақты еске түсіретін ореховые кольца рецебімен бөліспекшімін. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма жазылып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Алдымен бөлме температурасында тұрған 100 грамм сары майымызды жақсылап миксерлейміз. Және де үстіне 70 грамм қантымызды салып араластырып аламыз. Оның үстіне 2 жылтоғымызды салып жақсылап араластырамыз. Және де бір ас қасық қаймағымызды, бір шай қасық разрыхлителімізді салып, ұнымызды 250 грамм ұнымызды 2 бөліп салып, жақсылап араластырып жұмсақ қамыр илейміз. Біздің дайын болған қамырымыз осындай болады. 2-ге бөлеміз де өте жұқа емес, толықтау етіп жайып, примерно 1-2 миллиметрдей жаямыз да. Кольцо ғып кесіп, ортасын мен насаткамен ойып алдым. Осындай шеңбер жасап шығамыз. Барлығын дайындап бір формаға келтіргеннен кейін жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз бетіне. Одан кейін үгітілген арахис. Мен блендермен жартылай үгітіп алдым. Арахисті көбірек сеуіп шығамыз. Көбірек болғаны жақсы. Арахис өте жақсы дәм береді және пісіріп жатқан кездегі иісі өте керемет. Дайын болған қамырымызды алдын ала қызған пеште 20 минутта 180 градуста пісіріп аламыз. Менің келесі видеоларымды жоғалтып алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін қосуды ұмытпаңыз.